Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін чесноктың организмге 5 пайдасы және ауыздағы сарымсақ иісінен қалай тез құтылуға болатыны туралы айтамыз. Бірінші, сарымсақ қан қысымын төмендетеді. Қытай дәрігерлері ұзақ уақыттан бері сарымсақты қан қысымын төмендету мақсатында қолданып келеді. Инфаркт, инсульт болмау үшін қан қысымын бақылау керек. Жүргізілген зерттеулер бойынша қан қысымы жоғары науқастар күнделікті сарымсақ қабылдағанда 12 аптадан кейін қан қысымы қалыпты болған. Екіншісі, сарымсақ бактериямен күресіп, иммунитетті көтереді. Организмді бактериялардан қорғап, суық тиюдің алдын алады. Мысалы, сіз суық тиген кезде қабылдаған дәрілеріңіз асқазанға кері әсер етеді. Яғни организмдегі пайдалы бактериялар мен зиянды бактериялардың арасындағы дисбаланс пайда болады. Ал сарымсақ табиғи антибиотик, ағзадағы пайдалы бактерияларға көмектесіп, иммунитетті қорғайды. Оның құрамындағы аллицин инфекцияға қарсы әсер етеді. Суық тию бұл дүние жүзіндегі кең тараған ауру десек болады. Ауырып емделгенше оның алдын алыңыз. Күнделікті сарымсақты қабылдасаңыз, суық тию қаупін 63%-ға төмендетеді екенсіз, ал симптомдар ұзақтығын 70%-ға төмендетеді. Үшінші пайдасы рактың алдын алады. Мұны күтпеген шығарсыз, бірақ рак клеткалардың дамуына кері әсер етеді. Оның құрамында минералдар, фосфор, селен, цинк, темір бар. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымының тағайындауынша, бір күнде 2-5 грамм сарымсақ қабылдау организмге өте пайдалы болып есептеледі. Төртіншісі, детоксикацияға көмектеседі. Шындығында күнде дұрыс тамақтанбаймыз. Арасында, мысалы, фастфуд, жеңіл әртүрлі тағамдарды қабылдап, организмге қабылдағанның әсерінен организмде токсиндер пайда болуы мүмкін. Сол токсиндерді, құрттарды, дәрілердің қалдығын организмнен шығаруға көмектеседі. Бауырдың жұмысын жақсартады. Сарымсақтағы А, В, С витаминдер бауыр жұмысын жақсартады. Егер таңертең ауыздан жағымсыз иіс, көз астындағы ісіну, қалта сияқты болса, бауырдың бұзылысынан болуы мүмкін. Сарымсақ бауырға көмектесіп, организмді тазалайды. Соның әсерінен сіздің теріңіз тегіс, әдемі болады. Тәбеті төмен адамдарға ем ретінде күнделікті сарымсақ қабылдау ұсынылады. Бесіншісі, жөтелдің ауыр және орташа түрінде қолданылады. Суық тию симптомынан шаршасаңыз, онда бұл сізге. Көп адамдар чеснокты витамин С мен бірге қабылдайды. Сол кезде эффективті болып саналады. Яғни иммунды жүйені барынша қорғайды. Тамақты тітіркенуінен пайда болған қатты жөтелде ыстық чеснок суымен емдеуге болады. Яғни ауырсынуды басады. Дайындау үшін сарымсақтың бір бөлігін бірнеше бөліктерге бөліп, үстінен қайнаған су құйыңыз. Және оны бірнеше минутқа қалдырып, содан кейін қабылдаңыз. Егер иісі ұнамаса, имбир немесе бал қосыңыз. Сол кезде эффект бірден көрінеді. Ауыздағы сарымсақтың жағымсыз иісін кетіру үшін таңдаған сарымсақ свежий болу керек. Бөліктерге бөлген сарымсақты жуу керек. Сарымсақ жеген соң йогурт немесе 1 стакан сүт ішіңіз. Және ауыздағы қалған бөліктерін кетіру үшін тісті жууды ұмытпаңыз. Сарымсақтың антимикробты эффекті бар. Ол құлақ ауруы кезінде, псориаз кезінде кеңінен қолданылады. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да бар. Сарымсақты бауыр ауруларының кезінде, асқазан ішек ауруларының өршуі кезінде қолдануға болмайды. Себебі сол жердегі шырышты қабатты тітіркендіруі мүмкін.